Сәлем, достар, мен Береке. Бүгін біз ағылшынша өзімізді қалай таныстыру керектігін үйренеміз. Сабақ қарапайым, қарапайым ғана болады, әрі қызықты болады. Ал бастайық. Бірінші сабақтың негізгі бөлімінде біз say your name дейді, иә, өзіңнің атыңды айт. Say your name, my name is деп өз атыңызды айтасыз. Мысалға, my name is Береке, иә. Мгм. Одан кейін екінші say your age, екінші өзіңіздің жасыңызды айтыңыз, иә, қаншадасыз. I am, мысалға, I'm 42 years old, иә, өзімді айтатын болсам. Екінші жасыңызды айтқан кезде мына жерге санды қоясыз, қаншадасыз, иә, 42 or 10 or 11. Келесі say your country or city, яғни өзіңіздің еліңіз қай жақтан боласыз, немесе қай қаладан боласыз, иә, қайда тұрасыз. Мысалға, мен I'm from Kazakhstan, иә. I live in Taraz, иә, мен Таразда тұрамын, иә. Осылай айтсаңыз болады. Келесі say your job, өзіңіздің жұмысыңыз, немесе өзіңіздің статусыңыз. Жалпы кімсіз, оқушысыз ба, студентсіз ба, әлде қандай мамандық иесісіз. Мысалға, мен I'm an English teacher, иә. Дәл солай сізде өзіңіз кім екеніңізді айтасыз. I'm a pupil, or I'm a student деген сияқты, иә. Міне, енді осыларды өзіңіздің дәптерлеріңізге жазып алсаңыздар болады. Енді сіздер өздеріңізді ағылшын тілінде таныстыратын боласыздар. Жақсы, егер видео ұнаса лайк басып, жазылып қойыңыздар, комментарийға өздеріңізді таныстырып жазыңыздар. Ал осымен бүгінше сабағымызды аяқтаймыз. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар. Goodbye.